пайызын 100%-ға өсіріп қоймақ, 5%, 7% тұрмақ, жаңағы 25% қылсаң да қазақ үндемей кредитті төлей береді. Кредитін төлеп 99% қалғанда 1%-ын төлемепсің деп үйін тартып алсаң, қазақ тағы ештеңе етпейді, бір мыңқылдап қояды да, тағы жүре береді, тағы жалбаңдап екінші кредитін алып, оны 20 жыл төлей береді. Бұндай әдемі халық қайда? Бүйтіп кредитті қазақ құсап төлейтін, бүкіл халқы кредит алатын, қатын алса да кредитпен алатын, кәтеж алса да кредитпен алатын, құда күтсе де кредит алатын, жаңа келін түсірсе кредит алатын, ол келіні жаңа тастап кетсе тағы кредит алатын, ажырасуға, соттасуға кредит алатын, баласы туылса кредит алып тойлайтын, жаңағы баласы мектепке барса кредит алып тойлайтын, баласы универге түссе кредит алып тойлайтын, баласы армияға барса кредит алып пара беріп армияға жіберетін, баласын қызметке орналасса кредит алып қызметке орналастыратын, ең соңында ол баласы келін қатын алатын болса, ол кредит алатын, одан ол келін тастап кетсе жаңағы, оны тағы төлеп болып, оның екінші келін алуға кредитке дайындалатын, өлгенде көрге кредитімен кететін. Ол өсімін сен бүкіл адамзатта жоқ өсім беріп қойсаң да үндемей отыра беретін. Бұндай әдемі халық қайда? Мына жер шарының өсімқорларының бәрі, мә, қазақ дейтін халық бар екен. Қанша пайыз десең болды айту, берсең болды деп, өмір бойы құл болып, арқет арша, борбай еті борша болып, сол кредит төлеп қана жүре беретін, соған мәз болатын халық бар екен деп, бүкіл жер шарының өсімқор банкирлер қазақ дегенде тура сілекейлер ағып, ауашада бірінің басын бірі құшақтап жылайды ғой. Неге? Еуропада 1%, 2%, 3%, Америкада 1%, 2%, 5% болды. Мемлекеттік кредиттерің тіпті 1%-бен жүреді. Ал бізде 22%, 25% кредит. Ол тек мына нарка бизнестегілер, жаңағы содырлық, жаңағы көлеңкелі бизнестегілер, қылмыс әлемінде ғана Еуропа мен Америкада 20%-лық кредиттер болады. Қылмыс әлемінде. Ол бізде мемлекетте заңды, бірінші, екінші деңгейдегі заңды мемлекеттік банктер сөйтеді. Ал солар Еуропадан 2%, 3%-лық кредит алып, қазаққа сөйтіп беріп отыр. Міне, қазіргі қазақтың басы кредитімді қайтып жабам, полиция кеп тергей ма, кейін болып салай ма, 10 жыл бұрынғы мәшиненің салығын төледі, тағы салық комитеті кеп бастық атыра ма, қолымдағы үйімнен айырылып қалам ба, сыртымнан сатып жібере ма, өз қазақтың мияшитін дүниесі өзі аттап басса, жаңағы жол майы қызметкер, гай қызметкерінің жаңағы штрафы, айыппұлы өзі. Бізде үнемі сол үрей қорқынышпен жүргізіп қойған ғой. Бізде қазіргі осы заманда құлмыз. Жалпы Совет одағы елдері, мысалы советтік режим, коммунистік режимнен шыққан елдердің халқын қарап отырсам, жер әлемдегі ең бақытсыз халықтар сол Совет одағының елдері екен. Жалпы коммунистік елдер, ішінде Қытайың да бар, Кубаң да бар, жаңа нең де бар. Себебі мемлекет халықты үреймен ұстайды екен бұл жерде. Аттап бассаң айыппұл, аттап бассаң айыппұл, ол айыппұлды сен төлей алмайсың, төлеу мүмкіндігің жоқ, пара беруге мәжбүрлейді. Ал пара берсең кез келген қылмыс. Яғни бұл жерде мемлекет барлық нәрсемен өзінің азаматын өзі қылмыскер ретінде қарайды. Мемлекет билеуші тап бөлек, халық қылмыскер. Жалпы демократиялық елдер менен коммунистік елдерде бір нәрсе былай ғой, мысалы, халықты қылмыскер ретінде қарайды. Мысалы, халық жау ретінде. Себебі олар халықтан бөлек, халықты тонап басқарып отыр. Жаңа сөздің тоқетерін айтайық. Мысалы, Америкада міне адамдар еркін. Енді ала түгіл қаланың өзінде жан-жағына қарайды. Бір ұшып бара жатқан көлік болмаса бұрыла салады. Ал сен Қазақстанда енді далада, бетпақ даланың құмында сен жолдан кері бұрылу үшін қорқасың, қай бұрыштан сайтан құсап сумаң етіп, гәй шыға келеді екен деп, полицей шыға келеді деп шошисың. Себебі аран ашып штраф салам деп, халықты үреймен, қорқынышпен, анда барсаң штраф, мұнда барсаң штраф, қатты сөйлесең штраф, Фейсбукте бірдеңені білмей бөлісіп қалған ауылдың жігіті 3 жылға кетеді, талтайып тұрған уақабис болып кетеді, бірдеңе деген сотталып кетеді, бірдеңе деген такфирис, бірдеңе деген таблиғ болып кетеді. Өзі Қазақстанда өзі мұсылман болып жүргеннен көрі жаңағы ана ағым, мына ағымға тығып жібереді. Мойныңа крест асып жүрсең, сол тынышсың, 100 грамм ішіп крест асып жүрсең, біздің кейінбілер полицейлерге енді дұрыс болдың дейді мысалы. Өз аттап бассаң камера, аттап бассаң айыппұл. Енді қазірдің өзінде 20 жыл бұрынғы жерді сатыпсың, соның салығын төлемепсің, 20 жыл бұрын бір дамбал сатыпсың, соның салығын төлемепсің деп, халық салықпен халықты үрей, қорқыныш, кредитке байлап, табысың жер шарындағы ең аз табыс, бірақ өсімің ең сұмдық өсім, қара қолдардың өсімінен арман, рекеттік өсімінен арман, оны жаңағы Russian interest дейді.
осының барлығы халықты тек езіп, қанап, үреймен, қорқынышпен ұстап отыру үшін жасалған түзімдер екен. Ал Америкада міне жүр адамдар. Бұл жердегі адамдар бақыттан бас айналып, жаңағы қарапайым қара жұмысшы жылына 1 рет немесе 2 рет, қарапайым қара жұмысшы жылына 1 рет, 2 рет Еуропаға барып, жаңа Италияға барып, жаңағы Римге барып, Ватиканға барып, немесе Парижге барып, Эйфель мұнарасына шығып, немесе Бали аралдарына барып, Виргин аралдарына барып, Индонезияға, Малайға қыдырып, жапондарды көріп таңырқап, кәрістердің жаңағы шөп-шалағын жеп қайтып келеді. Яғни сол 1 айдың ішінде бүкіл жер шарын бүйтіп аралап қайтады, Еуропаны көріп, жаңағы тіпті ерінбес Африкаға барып, пирамиданы көріп, Египетке барып, жаңағы арыстан аулап, сөйтіп қайтып келіп, сол жай қара жұмысшы сөйтеді. Ал бізде ол мүмкін ба? Жай қара жұмысшы, анау Шымкенттен келген, Қызылордадан келген, Алматыда тіпті өзінің үйі бар дейік, жай мына көлігі бар, ол деген бақытты қазақ қой. Алматыға келген, анау Шымкент Қызылордадан келіп, астында бір ескі көлігі бар, сөйтіп жаңағы күнді түнге жалғап, жарғылағы жастыққа тимей таксабайт етіп жүрген Қазақстанда мынандай қазақ қой. Ал ол соның жаңағындай мүмкіндігі бар ма? Жоқ. Бізде ондай мүмкіндік кімдерде бар? Ұрыларда, парақорларда, қарақшыларда, жендеттерде, жаңа қалың біздің халықтың қанын сорып отыр. Неге біздің халқымызды сөйтіп отыр? Себебі халық тоймау керек, аш болу керек. Қарақшылық жүйе кәдімгі аш жалаңаш халық, үрей, штраф, айыппұл, сот, әкімшілік жаза, қылмыстық жаза, жаңа қылт еткеніңді басыңды қағып алады. Сосын жаңағы ұлдарыңды қаңғытып шетел жібереді. Қоғамда тек қана пара, адамдар әділ жолмен, әділет, ақиқатты жолмен ақша таба алмайды, жамбаға алмайды, сосын оны қаңғытып жіберу керек, жезөкшелікке, қылмысқа мәжбүрлеу керек, өңкей заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу керек. Ал заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқанның өзі тиісті беретін беру керек. Оның өзін кез келген уақытта аяқ астынан әділет орнатқан болып, оны соттай салу керек. Міне осы жүйе. Қазақтарға лайк басқанға дейін үйрететін болдық қой, сұмдық болған дейді. Қазақтың саусағын қосып жантайып жатырсыздар ғой, Құдай біледі. Сотканы жерде қойып қойғансыздар үстелде. Соны бүйтіп тауыр бар. Жынды ғой деймін, осы сөйлей бермей ма? Немене лайк деп күңкілдеп жатсыздар ма? Не болды өзі? Немене лайк дей береді мынау? Сөйлесең сөйлемейсің, сөйлемесең қоймайсың ба деп. Қанша қазақ мені боқтап жатсыздар, Құдай біледі енді. Жанымызды жеп, неғып сөйлеп жатырмыз? Жоқ, мен де домбыралы, қаулайлым деп ән айтайын ба жаңағы. Ата-бабам батыр болған деп. Атаңның басы ата-бабаң батыр болған. Ата-бабаңмен мақтанба, өзің не істедің, соны ойла. Әнші, күйші, биші, ақын, сақын, жазушы, интеллигент, зиян, ұмыт. Олардың бәрі міне ұлттың басына ең ауыр күн туып, жеріңе дейін, отаныңа дейін сататын кезде бүкіл халқың жаңа қайыршы болып қаңғып кеткенде, міне сол әнші, биші, күйші, аталмыш интеллигенциялың боқ деді ма, аузын аштың ба? Сен оның бәрін ана басында грамм үй жоқ әншілеріңе дейін бір жерге қонжитып қойып қойды ғой, мыңқиып отыр жаңа. Алдына берген қағаздың өзін оқи алмай ыңқылдап отыр. Өткендегі депутаттарыңды көрдіңдер ғой, ант су ішетін екі сөйлем сөздің өзін. Жаңағы ант су ішем дегенде енді біреусі тіпті жаман сөз айтып жіберді. Не ішем деді, бір жаман сөз айтып жіберді міне. Ант ішемін деген бірдеңе ішем деп қойды міне. Мә, масқара болдық қой. Сондықтан қазақ неңнен үміт күтесің? Айналайын, қара халқым, қара деген ұлы деген сөз. Ұлы, қара жер дейді, қара сөз дейді. Міне сол айналайын халқым, қазағым, сен есіңді жимасаң, сені ешкім құтқармайды. Шетелде жүрген мына біз де сені құтқармаймыз. Біздің өзімізді әбден жаңағы соттайтынын соттап, жаңа бүкіл ақшамызды тартып алып, бүкіл үйімізді, жылжымайтын мүлкімізді арестке қойып, өзімізді жаңағы нотариустік жүйеде террорист деп 7 жылға соттап, машинемізге дейін арестке қойып, бізді міне бір дамбалмен Қазақстаннан қуып шығарды.